Сәлеметсіздер ме каналымыздың құрметті көрермендері мен 1С программасының қолданушылары. Бүгін біз сіздерге тауарлар мен қызметтерді қабылдау тақырыбына нұсқау көрсетеміз. Бізде 1С бухгалтерия 8-де 3. Біріншіден біз сатып алу тарауына кіреміз. Мұнда бізде тауарлар мен қызметтердің түсімдері деген бар. Оны ашамыз. Не жүктеліп жатыр. Және мұнда жоғарғы сол жағында поступление, яғни түсім деген түймесі бар. Егер сізде тек қана тауар келіп тұрса, мұнда тауар накладная дегенді таңдаймыз. Міне мұнда контрагентті келісім шартты толтырасыз және тауарыңызды қосасыз. Яғни мұнда сізде тек қана тауарлар ғана көрсетіледі. Әрі қарай бізде қызметтер деген түрі бар. Егер сізге тек қызмет қана келіп тұрса, онда осыны таңдайсыз. Ал егер сізде тауарлар және қызметтер де келіп тұрса, мұнда сатып алу, тауар, негізгі қорлар және қызметтер дегенді таңдайсыз. Не жүктеліп жатыр. Егер сізде тауар мен қызмет түсімі болса, мұнда ТМЗ деген жерге тауарыңызды қосасыз, бағасын көрсетесіз. Мысалға, үтік 1200 теңге болсын. Мұнда контрагентті таңдаймыз. Мұнда көрсетілген қызметті таңдаймыз, толтырамыз. Мысалға, саны 1, бағасы 5000 теңге болсын. Міне осылай сіз тауар мен қызмет түсімдерін 1С программасында көрсете аласыз. Сақтау және жабу түймесін басамыз. Құрметті көрермендер, осымен сабағымыз аяқталды. Егер сіздерде сұрақтарыңыз бар болса, біздің кеңес беру желімізге хабарлассаңыз болады. Келесі сабақтарда көріскенше.